Жедел ақпарат барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең бірінші жерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бірден лайк және жазу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қабаты болған қабырғаларын ұстасын. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Енді заңдар қазақша түсініксіз болса, кері қайтарылады. Әділет министрі Азамат Исқараев Қазақстанда заңдардың қазақша нұсқасы түсініксіз болса, кері қайтарылатынын айтты деп хабарлайды Массагет-KZ тілшісі. Оның пікірінше, заңның мемлекеттік тілдегі нұсқасы сапасыз болса, оның министрліктің кері қайтаруға құқығы бар. Қолданыстағы заңнамада әр мәтінде әр тілде жазылған текст халыққа түсінікті, қолдануға жеңіл болуы керек деген талап көзделген. Егер мемлекеттік тілде олқылықтар болса, өзінің тиісті мамандары мен сарапшылары сол олқылықтарға анықтаса, ондай заң жобасын зерттеуден бас тартамыз. Демек, заңды бастамашы болған органға қайтарамыз, дейді министр. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Сау, сәлемет болыңыздар.